Ошым тағы бір қызық оқиға есіме түсіп жатыр да. Сөйтші бір оятшы халқымыз. Баяғыда Алматыда барлығымыз бір ағамыз бар. Бір районда мынандай суточный коттедж береді. Сосын анандай среда, четверг күндер кейде бос соғып қалады да, сосын бізге айтады, бүгін ертең коттедж бос келіңдер деп. Енді студентпіз, ана жегір жуынып шайынамыз, киімдерімізді дұрыстаймыз, сабаққа дайындаламыз. Бірақ о жерде сөйтіп жүрген бірнеше адам бармыз ғой, ше. Оның ішінде бір әнші жігіт бар, қазір әжептәр танымал болып жүрген. Бәріміз барамыз, короче. И адам жаңағы бір нәрсеге ауырса, полный кіріп кетесің ғой соған. Біздің ауруымыз кино ғой. Ол кезде DVD. Сөйтеміз, мысалы, Ван Дамның жер бетіне қандай кино шықты. Соны бәрін аламыз, Ван Дам киносын көріп шығамыз. Неше серия? Әр келген сайын. Жетли. Полный. Сол кәм не болып кетті ма? Дәстүрге болып кетті ма? Болып кетті. Сонымен енді қай актер? Еще соңында ақылдасып, таласып, жеребе тастап, ше? Шыққан актердің дискілерін тауып әкелу керек. Ашым, Брюс Лиға келдік қой. Брюс Лидің бірнеше сериясын көріп қойғамыз. Өз жанан көріп отырсаң, әр актердің өзінің фишкісі болады да жаңа. Брюс Ли едік анау. Бүйтпейт төбелестір камераға қарап, «Уача!» дейтін әдет екен ғой, оны екі рет көргенде түсініп қалдық. Сосын бізде бір жаңағы әнші жігіт өтте киномандана көрсе, соның ішіне кіріп көреді. Ол қатесін көрмейді ол. Анамен кино көрген кайф. Жүрем ана актердің қасында. Тепсе, деп аузын жауып яқта. Бандиттерге қоса, ойбай деп. Анамен көрген киноны кайф ғой. Бір күні бүйтіп жатыр ғой. Мен турист жанында атқам. Брюс Ли біреуді зорға жеңді да. Собайықсы, оған да оңай емес. Камера артта, «Уача!» деп еді, ана кіріп кеткен ғой ішіне. Тілдестір ма? Тілдесіп, өзі режиссер болғанда бәрін көріп камера ішіне жүргенсің.